Сәлем достар, бүгін сіздерге арнап жазықсыз жүрек түрік телехикаясында Сылқым Сафияның рөлін асқан шеберлікпен сомдаған актриса Алайча Өзтүрк туралы видео дайындадым. Ол туралы интернет желісінде мәлімет жоқтың қасы, біраз ізденуге тура келді. Олай болса, осы еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, пікір жазып, каналға жазыла кетіңіздер. Кеттік ендеше. Алайча Өзтүрк 1984 жылы 12 сәуірде Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Актрисаның балалық шағы туралы ақпарат мүлдем жоқ. Ол түрік жұлдыздары білім алған әйгілі Мимар Синан атындағы өнер университетінің түлегі. Аталмыш жоғарғы оқу орнына 2004 жылы түсіп, 2008 жылы аяқтайды. Актрисаның ең алғашқы дебюті «Күз тақсіреті», яғни «Бол осени» телесериалы. Ал қазақстандықтарға «Жат мекен» сериалындағы ақшаға сатылмайтын өте әділ прокурор рөлі арқылы танылды. Актриса жалпы 9 сериалға түсіп үлгерген. Ең соңғы түскен сериалы «Сенің барың қандай жақсы Эрен» деп аталады. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, актриса 2015 жылы тұрмысқа шыққан. Ал былтыр жыл соңында жаңа жылдың алдында ғана актриса өмірге қыз алып келді. Алин Денис деп есім берген. Жолдасының есімі болса Серкан. Бір байқағаным, Алайча Өзтүрк әлеуметтік желіге тым ашық-шашық суреттерін жүктемейді екен. Бұнысы жөн екен. Достар, сізге Алайча Өзтүрктің қандай рөлі көбірек ұнайды? Сылқым Сафия ма, әлде прокурор Жулиде ме? Комментке өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыз. Кім туралы білгіңіз келеді? Комментке де жаза кетіңіз.